Сонымен достар, сіздермен ес болғысы және де мен группама 1 жыл болыпты. Сіздер ойлап қойыңызшы, біздің әңгіме командасына 1 жыл болды достар. Мен осының 1 жыл бұрын 2025 жылы ашқан едім ол группаны, және 1 жыл болды. Әрине, және мен соған орай өзімнің әңгіме командамды құттықтағым келіп отыр. 1 жылдығына орай, және де мен оған орай 1 жылдық тарихы бар нәрсе жасадым. Өзім түсінесіз ғой. Қырандар альянсы. Бұл группа 2024 жылғы қарашаның 28-інде ашылды. Бұл группа ашқан Аян. Ал мен бұл группаға қалай кірдім деп ойлайсыңдар? Әрине, шайып босқа Аян бүкіл қазақ етуін жинап, бір-біріне көмектесіп қолдау көрсететін группа ашып атқан көрген соң кіре салдым. Бұл группа басында жақсы актив болған еді, бірақ та кейін актив түсіп группа жабылып қалды. Группа 2025 жыл 26 наурызда жабылды. Жалпы группада коллаб, бір-біріне қолдау, бірге видео түсіру деген болды ма? Жоқ. Әрине бір-біріне көмек болды, бірақ бірге түсіру деген болмады. Әр кетсе біз группа болып тек реакция түсірдік. Бұл қалай десеңдер, Нұрсей маған реакция түсірді, кейін бан алды. Салот маған реакция түсірді, бірақ кейін видеоны өшіріп тастады. Шерхан группа жайлы эдит салды, бірақ ол тоғышы банға кетіп қалды. Тек мен видеоларым тірі қалды. Жалпы қазір Қырандар альянсында болған балды әңгімеде бар ма, болды ма деген сұрақ бар шығар. Әрине, Шерхан, Салауат болды, бірақ кейін шығып кетті. Аян, Нұрсей, Тима, олар әлі де группада жүр. Қазақ ютуберлер командасы көктемде ашылды. Оны ашқан Нұрсей. Бұл группа мақсаты дәл Қырандар сияқты қазақ ютуберін жинап бірге видео түсіру, бір-біріне көмектесу. Ал команда Нұрсей, Шерхан, мен және Нұрасыл, Асхат болды. Группада актив болмаған соң, және ішінде балдырып группаға шығып кеткен соң группа жабылып қалды. Группада қандай видео түсірдік? Осындай. Айтпақшы, Нұрислам кезінде әңгіме группасына кіріп бізбен видео түсірген. Нұрсей жоқ кезде кейін YouTube тастап кетті. Әңгіме командасы 2025 жыл 27 мамырда ашылды. Ал сұрақ, ол не үшін ашылды? Ал мен айтайын. Жай ішім пысып әңгіме айтқым келіп кетті. Прикол етті. Мен ютуберлер әңгіме айтуға шақырдым. Ең бірінші Диас ютуберді шақырдым. Бірақ бірінші болып Мақшан кірді. Oh my god! Wow! Кейін группаға Аян, Диас кісі кірді. Әрине, группа ашылғаннан кейін ол жайлы видеолар шықпады. Себебі группа актив жоқ болды. Және мен пап прикол аша салғанмын группаны. Сол үшін группа мен бірігіп видеолар шықпады. Ең алғашқы видео шілденің 5-інде шықты. Ол қандай видео деп ойласаңдар? Әрине, ол тығылыспақ. Әрине, ол видео қатты өтпесе де кейін группаның дамуына үлес қосты. Айтпақшы, ол видеоны кейін біленсіп біздің командаға қосылсам бола ма деді. Бірақ мен бұрында оған айтқан кезде ол не ответ бермеді, не жоқ деді. Прикол ма? Кейін 11 шілдеде біленсіп екеуміз тығылыспақ түсірдік. Одан кейін 15 шілдеде біленсіп қосылды. Айтпақшы, ол группада баяғыда болды, бірақ қашан екен білмеймін. Кейін 19 шілдеде ең жақсы кез болды. Әңгіме командасы үшін себебі ол кезде группаға Сико, Ислам, Нұрдәулет қосылды, және бірге видео түсірдік. Шілденің 20-сы әңгіме командасы болып Икар Кальмара түсірдік. Және ол видео бәріне өтіп кетті. Тек мен емес, Сико білесіп те түсірді. 2022 жылда ешкім сенбейтін нәрсе болды. Ол Ясинмен видео. Әрине, мен Ясинді кезінде қандай адам екенін білмеген соң оны группаға қосқанмын. Бірақ ол кезде Найсын Нұрым болды. Шілденің 25-і біз Бралсас группа аштық. Себебі группаның жартысы Бралсас болған соң біз оған бөлек группа аштық. 26 шілдеде Диас ютубер Бралсас видеоға қатысып бастады. Және 30 шілдеде Нұрислам біздің видеоға қатысты. Ақыры дегенде
Тамыздың 3-і Нұрсейіт Рабылға қайтып оралды біздің видеоларға. 9 тамыз Тескісі біздің группаға оралды. Премияны уақытты айтам. Ал Пралсас видеоларға 30 тамызға қатысып бастады. 21 тамыз біз Пралсас емес, біз деген Roblox түсірдік. Ол видео 99 түн. Айтпақшы, ол видео хит болып кетті кесінде. Және ол видеодан бастап Тескіс екеуміз аныз бека деген прикол басталды. Кейін 25 тамызда біз Roblox'тан тылсыспақ түсірдік. Ал 27 тамызда біз Украдибініміз ойнадық. Айтпақшы, Қырандар группасы 26 тамызда ашылды. Ал команданың мақсаты Қырандар альянсы оралту болды. Бірақ кейін оның жұмысы өзгеріп кетті. Қыркүйектің 24-і біз тылсыспаққа қайтып оралдық. Қазанның 6-сы менің видеома токсик қатысты. 24-ші қазан әңгіме командасының екінші реті ашылды. Неге деп ойласаңдар, мен шай-шатты қайта жасадым. Епайт. 28-ші қазан күні мен Ақнасарды жеңіп кеттім. 40 мың кубок деген жарыста. 14-ші қаңтарда тылсыспақта жаңадан бастадық. Бұл қалай десеңдер, біз бұрынғы тылсыспақтан бірден 19-ші бөлімге дейін не монтаж, не әзілдағы адам қатты болмаған соң түсірдік. Ал қазір бәрі болған соң бәрін жаңадан бастадық. Ақпанның 4-і әңгіме командасы 3-ші рет ашылу болды. Ал неге ашылды десеңдер, исламнан сұраңдар. Ақпанның 20-сы Әлихан екеуміз русский рулетка түсірдік. 18 наурыз Әлихан екеуміз Кореядан видео түсірдік. Наурыздың 25-і Сұлтан екеуміз ең соңғы бірігіп түсірген видео болды. Себебі Сұлтан YouTube тастап кетті. Наурыздың 30-ы әңгіме командасы болып Among Us түсірдік. Және бұрыннан бізбен түсіріп алмаған адамдар да қатысты. Және 2 ютубер қосылды. Нұрислам 2 мен Қамат. Немесе атын ұмытып қалды. Неге Нұрислам 2? Себебі бұрын Нұрислам деген адам болған соң. Сәуірдің 6-сы Ақбілек біздің видеоларға қатысып бастады. Мамырдың 2-сі мен Сұлтанға орай біздің командаға болып ойнаған мини-играларды біріктіріп видео жасадым. Бұл естелік ретінде. 18-ші мамыр біз турнир ойын түсірдік. Және біздің видео Нью-Йоркісі қатысты. Көбі группадан шығып кетті. Кейбіреулер қосылды, ал басқалар уақытша кетті. Ал YouTube тасып кеткен Нұрислам, Сұлтан, Мақшан, Шерхан, Ақылбек, тағы біреулер бар шығар. Мен ұмытып кеттім. Біз команда аштық. Тек Пралсас қана емес, әртүрлі ойындар түстік. Яғни біз 50 адамнан астық. Тіпті 70 адам болдық. Бірақ қазір біз 32 адам болдық. Қалдық. Себебі группаның 4-ші ашылуы жасадық. Және актив жоқ адамдарды кетірдік. Біздің группа ашылған кезде ереже болмады. Бірақ қазір ереже бар. Бірақ ереже басқа группалар сияқты қатал емес. Айтпақшы, тек сенен басқа ютуберлер әңгіме командасы болып видео түсірді ма? Иә. Олар Ислам, Сико, бірақ банға кетіп қалды. Нұрислам 2, Ерасыл, Сұлтан, Әлихан, Ақбілек, Нұрпілей, тағы басқа. Кейде менсіз түсіреді. Мысалы, ол Әлихан. Жалпы шайдан шай ашылған группа осындай командаға айналды. Жалпы достар, мен осыншама ақпарат айттым. Енді кейбіреулерін ұмытып кеттім, кейбіреулерін есімнен шығып кетті, кейбір адамдарды ұмытып кеттім. Білесіздер енді, көп жыл, бір жылдың ішінде көп нәрсе болды дегендей. Группаның ішінде төбелес болды, қырқым болды, татуас болды. Кейбір адамдар төбелес шығып кетті. Мысалы, Тияс сияқтылар, Тияс YouTube сияқтылар. Немесе Ясин, тағым бір Мақшан. Өте көп оқиғалар болды. Бірақ біз сонда да группа тамып, қаншама видеолар түсірдік, жалпы біз тамыдық. Осы бір жылда көп нәрсе болды жалпы. Онда сізден болған ес бөгесе, давай шау.